Дәмді брокколиден дәм тат. Бір чипсы жеп көр. Кемеден келген аш-шаян қалай? Маған ұнамайды. Жаңа аспаздық сайыстың уақыты келді. Күте тұр, бұл саған керек болады. Бірінші тапсырмаларың көрт. Қане, күтіп тұрмын. Керемет әпкетай. Жақсы, жаным. Аспаз үшін бәрі түсінікті. Тәбетті крем ірімшік. Бұл менің жаңа аспаздық туындыма өте қолайлы. Мен барлық қабаттарға кремді оңай жағып, қалақшамен ерекше пішін беремін. Бұл мен дәмді Skittles креммен сәндейтін кемпір қосақ торты болады. Күте тұрыңдар. Міне, менің арнайы чемоданым. Маған қажеттінің бәрі бар. Ой, менің кәмпитім сияқты. Міне, дайын. Бұл нағыз өнер туындысы. Торт пісіргенде өзімді жаңа әлем жасайтын суретшідей сезінемін. Бұл ғажайып кемпір қосаққа кремнен жасалған бұлттар. Жетіспей тұр, және көңілді көздер. Мінекей, аспаз іске кірісті. Керемет, білемін. Ал мен жүрек пішінді торт жасап, оны кит-кәтпен сәндеймін. Өйткені кішкентайым оны өте жақсы көреді. Оны айналдыра қойып шығайық. Бірақ бұл жеткіліксіз. Тәтті құмарым үшін көбірек кәмпит керек. Maltesers пен Skittles. Әже, керемет жасап жатырсыз. Ал міне менің туындым. Көрінісі онша емес екен. Уайымдамаңыз, мен әлі бітірген жоқпын. Керемет декор жасау үшін маған үлдір және мүмкіндігінше көп тәттілер керек. Ең алдымен мен супер жанарғыммен шоколадты ерітемін. Юху! Ал енді көк сеппелерді қосамын. Олар менің тортымда өте әдемі көрінеді. Бәрі дайын ба? Назарларыңызға болашақ жеңімпазды ұсынуға рұқсат етіңіздер. Мәссаған! Ең бастысы жеңіс емес. Ой, мен бірінші аспаздың тортын татып көргім келеді. Маған ұнады. Әжемнің торты да сондай дәмді ме екен, қызық? Кәне, көрейік. Ой, мен шоколадты өте жақсы көремін. Рахмет, әже. Керемет екен. Ой, бұл тортта бір шикілік бар сияқты. Дәмі маған ұнамады. Ал жеңімпаз әже! Алақай! Қыздар, бізде жаңа тапсырма бар. Маған паста жасап беріңіздерші. О, бұл керемет тапсырма екен. Түсінікті. Оқтым. Бізге тек кеспені қайнату керек болды. Ал мен әзірге TikTok көре тұрамын. Мен де паста қайнатамын. Және, сүйікті кішкентайым үшін шұжықтар. Қандай тәттісіз, әже. Сізді құшақтап, сонымен бірге шұжықтың дәмін татып көрейінші. Шұжықтарды қайнап тұрған суға салатын уақыт келді. Ой, тағы біреу қайда? Болды ма? Сайыста жеңіске жету үшін кішкентайды күтпеген шешіммен таңғалдыру керек. Кәдімгі кеспе бұл жерде өтпейді. Сондықтан мен жұмыртқа, сүт және ұннан өзім жасаймын. Қамырға бояғыш қосуды да ұмытпаймын. Қызғылт, оның жақсы көретін түсі. Енді қамырды арнайы шөлмекке құямыз. Аха, бәрі жоспар бойынша жүріп жатыр.
Керемет, іске кірісейік. О, құдайым-ау, аспаздың кеспесіне қараңдаршы. Мәсаған. Иә, менің жаңа кеспем дайын және хош иісі аңқып тұр. Тек тәтті шәрбат, жетіспейді. Мармелад аюлар және басқа да тәттілер. Кемелдік. Ой, сен қызықсың. Менің спагеттим дайын. Мына шұжықтарға қараңдаршы, дәл 8 аяқтар сияқты. Ой, өрт! Ой, жоқ! Өрт сөндіргішіміз қайда? Ой, көбіктім көп екен. Ой, жоқ. Менің барлық кеспем күйіп кетті. Күте тұр. Бір лайфхак бар. Біз шәйнекте тез дайындалатын кеспе жасай аламыз. Міне, дайын. Мен нағыз данышпанмын. Қызық екен. Ой, бұл не? Бұл кеспе мүлдем дәмсіз екен. Ой. Ой, қандай әдемілік. Сілекейім ағып кетті. Кәне, көрейік. Ой, рахмет, аспаз. Оқасы жоқ. Мына қызықты шұжықтарға қараңдашы. Маған бұлар өте ұнайды. Өте дәмді. Ой, мынау шынымен керемет екен. Жеңімпаз осы. Иә, мен өте қуаныштымын. Құшақтайын. Жаңа тапсырмаларың сүтті коктейль. Мен оны тез арада дайындаймын. Тырысып көрейін. Мен бұған шебермін. Алдымен балмұздақты алып, блендерде сүтпен араластыру керек. Кеттік. Сүтті ашып, ішіне құямыз. Және араластырамыз. Ой, кешіріңіз, әже. Қақпақты ұмытып кеттің. Содан бәрі төгіліп қалды. Бір идея келді. Рюкзағымда не бар екенін көрейінші. Не? Ештеңе жоқ па? Аха! Міне менің арнайы коктейль құрылғым. Маған тек жақсы көретін кәмпитімді және аздап маршмеллоу салу керек. Өте дәмді болады. Тек газдалған сусын жетіспей тұр. Жаным-ау. Кешіріңіз, бұл кездейсоқ болды. Енді бәрі дайын. Әпкем мәз болатын болды. Әже, қайда бара жатырсыз? Коктейліме таңқурай теріп алуым керек. Ой, қандай хош іс. Мына жүдек аузыма түскісі келіп тұр. Қараңыз, мен аспазбын. Бәрекелді, Николь. Ой, керемет, әжетай. Оны кішкентайға қалдыр. Жақсы, мына блендер қалай жұмыс істейді? Ештеңе түсінбедім. Өзімнің тексерілген әдісімді қолданғаным жөн. Аха. Және оны мұжымыз. Ой, тамаша. Енді аздап жаңа сауылған сүт құямыз. Және таңқурай коктейлін жасау үшін араластырамыз. Мәсаған, қандай әдемілік. Түсі де керемет. Үстіне аздап жалбыз. Бұл тым қарапайым көрінеді. Бірдеңе ойлап табуым керек. Мысалы... Жарықты кім өшірді? Қараңғыдан қорқасыз ба? Ха! Ой, кешіріңіз, аспаз. Бұл өте күлкілі екен. Кешіріңіздер. Назарларыңызға мінсіз коктейлдің рецептін ұсынамын. Балмұздақ, сүт, орео
және мұның бәрін араластыру. Мен оны мына керемет шоколад жұмыртқасында крем және кәмпиттермен бірге ұсынамын. Міне дайын. Сәнде уақыты келді. Мінекей. Бұл тамаша. Ой, мына коктейль ерекше көрінеді екен. Бір жерін басу керек сияқтымын. Мәссаған. Көрейікші. Ой, бұл шынымен керемет екен. Бәрі сен үшін, сұлу қыз. Маған бұл коктейль онша ұнамады. Әрі ішінде жалбыз да бар екен. Жоқ, рахмет. Әттеген ай. Ой. Қандай ғажайып. Бұл өте дәмді екен. Ой, рахмет. Мына жұмыртқа да өте дәмді екен. Шешім қабылданды. Аспаз жеңімпаз. Ой, рахмет сізге.